Имам Ғазали рахмаулла мысалы ораза деген кезде қарапайым халықтың оразасы деді. Олар тек қана таң атқаннан күн батқанға дейін ішпейді, жемейді, бағанағы әйеліне жақындамайды дегенде яғни бағанағы төсек қатынасына бармайды, соның бағанағы кіріспелерін жасамайды деген сияқты. Ал бірақ басқа нәрселеріне көңіл бөлмейді дейді. Тілін тыймайды, көзін тыймайды, құлағын тыймайды. Рамазанда ол адам ешқандай бір өзгеріске қол жеткізбейді. Өзгеретін тек қана оның тамақ жейтін уақыты 3 мезгіл болса 2 мезгіл, бағанағы таңда түсте кешке жейтін болса енді бағанағы таң атқанша жейді, күн батқаннан кейін жейді деген сияқты. Ол адамда тек қана не өзгереді? Тамақ жеу уақыты өзгереді, басқа еш нәрсе өзгермейді. Бұл қарапайым адамдардың, мұсылмандардың оразасы дейді. Енді тақуа құлдардың оразасы бар, ол бүкіл ағза мүшенің оразасы дейді. Олардың көзі ораза, құлағы ораза, тілі ораза, тағы да басқа да ағзалары ораза, яғни харам нәрселерден тыйылады. Ал енді 3-ші деңгейдегі ораза бар дейді. Бұл хауас деп айтады имам Ғазали, яғни сондай бір Құдайдың ерекше құлдарының оразасы. Ол жерде жүрек Алламен болады да басқа барлық нәрседен тыйылады дейді. Бұл енді сондай бір ерекше ораза. Біз сол 2-ші деңгейдегі оразаны ұстап алсақ, соның өзі біз үшін үлкен жетістік. Сол себепті яғни бұл ораза біз үшін үлкен бір тәрбие мектебі болуы қажет.